Ассалаумағалейкум, осы видеоны көріп отырған жандар. Мен бүгін X-Ray модын жазып алуды көрсететін боламын. Бұл модты жазу үшін мен телеграмға кіру керек, ал телеграм описаниеде болады. Сосын телеграмға кіргеннен кейін, сосын үстіне басып, Майнкрафтты басып, Майнкрафтқа кіретін боламыз. Майнкрафтқа кіргеннен кейін настройканы басып, асты жағында мен басқанды басып, мен істегенде істейсіңдер вообще. О, мынау қосылып кетті ғой, Glow деген. Жарайды, бұны алып тастай салайын. Енді менде бұл қосылып тұр екен. Енді не ашамыз? Мир ашатын боламыз. Оны не деп тұр? Кетіре салайыншы. Мир ашатын боламыз. Творческийға қояйын. Көрсету үшін, ал енді кеттік, мирға кіретін боламыз. Создать мир. Осылай мир ашылады. Енді басында көрінбейді осылай. Сосын астыға 6-7 блок қазғаннан кейін көрінетін болады. Қазір қазайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Білмеймін, неше блок қазғаннан кейін менің ойымша сондай қап-қараңғы болып көрінеді. Қара болып тұрған рудалар, мыс шықты ғой. Мыс бұнда көп шығатын секілді. Ал енді мен осылай істеп, мирларыңызда дамып кетуге болады. Ал енді мен Mojo Pajavlogerге қалай жазу керегін көрсететін боламын. Google'ге кіріп, Google'дың поисогына бидеп жазамыз. X-Ray Minecraft Java. X-Ray Minecraft Minecraft Java деп бассаңшы. Сосын ең үстінде шыққанын басамыз. Дәл осындайға кіру керек. Сосын осы жерден скачать етіп аламыз. Осы жерден орнатып аламыз. Download қайда? Файл басу керек па? Мына шықты ғой. Ой. Енді осы уақыт біткен күтеміз. 5 секунд біткенін. Сосын бізде орнатылатын болады. Орнатылғаннан кейін Mojo'ға қайтадан ораламыз. Mojo'дан осы Open Game бір нәрсе дегенді басып, сосын орнатып алғандарға, жүктеп алған деп тұрғандарға басамыз. Сосын жаңа орнатқанның үстін басып тұрып, 3 точканы басып, 4-ші тұрғанды басамыз. 4-ші тұрғанды басып, сосын қайттан Mojo'ға ораламыз. Немесе Pajavloger бәрібір соған кіріп, жаңағы мен басқандай басып, Restore Pack дегенге кіргіземіз. Сосын қайттан Mojo'ға оралып, мен жасағандай жасаймыз. Қосылып алсын қазір. Күте тұрайық. Қосылғаннан кейін, әлі қосылмады. Қосылғаннан кейін настройка басып, сосын Restore Pack тосып, X-Ray'дің үстін бір басып жібереміз. Сосын Doне батырмасын басамыз. Енді осылай орнатылып алсын. Орнатылып алған күтейік. Орнатылып алды, сосын қайтадан Доне батырмасын басып, создать мир ашамыз вообще. Мен креативке қоя тұрайын. Енді мынау толғанын күту керек. Бұл жалпы тезірек толу керек.
толды, загрузка жүрді. Енді бұл Mojoда осылай көрінеді. Mojo бажафтарда осылай көрінеді. Bedrockта қараңғы көрінгенмен бұнда осылай көрінеді. Сразу осылай бәрін тауып алуға болады. Бір жақсы жарық бұнда. Ең астына міне осындай. Осылай бәрін тауып алып, дамып кетуге болады. Бірақ бұл кей серверлерде бан беріп тастауы мүмкін X-Ray'дан. Себебі бұл читерский әдіс, сол үшін бан беріп тастауы мүмкін. Осылай өздеріңнің мирларыңда қолдануға болады жалпы. Ал енді осымен видео аяқталды. Сау болыңдар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар.